Құрметті достар, Құбыр әңгімесі кітабында мынандай бір екі адамның әңгімесі бар. Мен Магрит ханым турасында алдыңғы кескіндерімде айттым. Ол қарапайым ғана бір орта мектептің оқытушысы бола тұра, өзінің ұзақ жылдық өмірінде үздіксіз түрде еңбектену, бір түрлі жарнаға үздіксіз түрде қаржы қосу арқылы 99-ға келіп өмірден өткен кезінде соңына $3 миллион байлық тастады. Және сонымен қатар өмірін жақсы өткізді. Енді осы Магрит ханыммен қарама қарсы және бір жігіт бар. Бұның аты Даннер болатын. Біз оны Данни деп атай тұрайық. Енді осы Даннер 20 жылдың ішінде топ-тура 50-100 миллион ақша тапты. 20 жылдың ішінде. Ол жаңағы Магрит ханымның 50 жылдық еңбектенуімен салыстырған кезде мүлде өзгеше ұшан-теңіз байлық деуге болады. Ендеше көбіміз былай ойлаймыз. Даннер керемет екен. Қараңыздаршы, 20 жылдың ішінде осыншама мол ақша тапқан адам қазір сөзсіз түрде керемет өмір сүріп жатыр-ау деп ойлайсыз. Өкініштісі, Даннер 35 жасқа келген кезде бала шағасын баға алмай қалды. Мінекей, бұл біздің өмірде құбыр қалыптастыруымыздың өте маңызды екендігін білдіреді. Магрит ханым болса, ай сайын белгілі бір бөліктегі ақшаларды алып шығып, үздіксіз түрде өзінің құбырына қаржы қосып отырды. Ал Даннер болса, қысқа ғана 20 жылдың ішінде, ол 15 жасынан бастап отырып, таяқты ойнаған жігіт. 35 жасқа келген кезге дейін аралықта 50-100 миллион ақша тапқанымен ең соңында оның мына шелегінің ішінде ештемеде қалған жоқ. Оның шелегі тап-таза еді. Мінекей достар, сондықтан да бұл бағанағы біздің не үшін құбыр әңгімесі кітабын оқуға тиісті екеніміз, не үшін экономикалық білімдерді білуге тиісті екендігімізді біз осы Магрит ханым менен Даннердің әңгімесінен айқын көре аламыз. Әрине, қысқа ғана кескіннің ішіне мен бұлардың барлығын сіздерге сыйғыза отырып жеткізіп беруге дәрменсізбін. Мен және де сіздерді Атой 2025 деген үнхат нөмірін қосып алып, өздеріңіздің осы қазақ тілінде аударып дайындап қойдым осы кітапты, Құбыр әңгімесі кітабын, соны қазақшасын бір жақсылап отырып, оқып шығып, бір естелік қалдырып, әсілінде бұл Даннер мен Магриттің арасындағы парық мынандай екен-ау деген нәрсені өздеріңіздің түсініп жеткендеріңізге жетпейді. 记得关注再走哦。